Ауданның Изенді ауылындағы асыл тұқым. Биыл Изенді ауылында малға вакцинация жүргізуге арналған арнайы алаң ашылды. Бұл ветеринарларға бір дегенде 600 бас малды егуге мүмкіндік береді. Біз осы Қазақстан бойынша осындай раскол, ограждение, калда заказдарды алып, бүкіл Қазақстан бойынша осындай нелер істеп жатырмыз. Мына Қарағанды облысында осы екінші проектіміз. Мынау, допустим, мынаның размері 2300 шаршы метр. Бастысы мамандарға ыңғайлы уақыт үнемдейді, мал жарақаттанбайды. 3,5 миллион теңге тұратын жобаны жергілікті халықпен Отқанжар жауапкершілігі шектеулі серіктестік қаржыландырған. Енді бұл қазіргі уақытта эпизоотиялық жағдайлардың күрделенуіне байланысты жаңағы уақытында малдар топтап егуге көп жағдай көтереді. Ол 1000 бас мал бар. Оның өзі бірнеше отгонный участкаларда бөлінген. Осыларды уақытына бір жерге жинау үшін бұл раскол көп жұмысқа көмегі бар. Қоршауымыз дайын, енді халық әуреге түспейді. Малды осында қамап, өшеден егетін, алатын ұстайтын ұстап, әуре болмайды. Сонымен қатар шаруашылық мал бордақылайтын алаң мен мал сою кешенін ашқан. Орталықтар барлық керек жарақ құрылғылармен жабдықталған. Тың бастаманың арқасында 20 ауыл тұрғынына жаңа жұмыс орны ашылды. Гүлбақша Ақажанова, Ернұр Жомарт, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы, Нұра ауданынан.